Ассалаумағалейкум, қадірменді қолғап боксинг YouTube каналының көрермендері. Біздер үйтіп финалға да жеттік. Сербияның Ниш қаласында шаршаланға бүгін білдей бір 5 боксшымыз көтерілетін болады. Бүгін финал, қызықтың көкесі дәл бүгін болады. Достар, ұмытпаңыздар, осы әлем чемпионатында мен осындай вело қолғабын ойнатып жатырмын. Ең белсенді және де осы YouTube каналға жазылған оқырманға осындай сыйлығым бар. Енді боксшыларға келейік. Ақтық сынға сүрінбей жеткен 5 боксшымызға жеке-жеке тоқталайық. 48 келі салмақтағы Назым Қызайбай ресейлік боксшыға қарсы жұдырықтасса, 50 келі салмақтағы Алуа Балқыбекова қытайлық қарсыласпен шаршалаңды бөлісетін болады. 60 келі салмақтағы Виктория Графиеваның қарсыласы да ресейлік боксшы, 63 келі салмақтағы Аида Әбікеева тайландтық боксшыға қарсы жұдырықтасады. Ал плюс 81 келі салмақтағы Елдана Талипова қытайлық қызбен жұдырықтасады. Енді кішкене статистиканы көрейік. Финалға шыққан боксшылар саны бойынша Қазақстан мен Ресей көш бастап тұр. Екі елден де 5-5 боксшыдан шыққан. Үшінші орында 4 боксшы мен Түркия болса, 5-ші орында 2 боксшы мен Қытай, 2 боксшы мен Тайланд және де 2 боксшы мен Ирландия жұдырықтасатын болады. Достар, қыздарымызға жанкүйер болып барынша қолдау көрсетіңіздер. Бұл шынымен де тарихи сәт, білдей бір 5 боксшымыз финалда жұдырықтасатын болады. Бүгін енді бұйыртса алтын жауған күн болады. Сіздер әдеттегідей каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ең бастысы жеңісті күндерде бірге жолығайық. Осы вело қолғабы кімге бұйырады екен? Сіздер білмесеңіздер, соңғы Қазақстан біріншілігі Қарағандыда өткен Қазақстан чемпионатында тура осындай вело қолғабымен боксшыларымыз бокстасқан. Және де менде ондай ескісі бар. Мынау енді сіздерге ойнатып атқаным жаңасы. Егер де қаласаңыздар, біздің боксшылар шаршалаңға шыққан, яғни киілген вело қолғабын да ойнатуға әзірмін. Ең бастысы сіздердің белсенділіктеріңіз қажет.